Менің үйдегі әке шешеміз звондап отыр, балам, сен ондайың жоқ еді ғой. Сен 50 теңгені рұқсатсыз алмайтын бала едің ғой, не болды? Әлде қатты ақша керек болды ма дейді да. Мына әңгіме маған тиіп кетті балаусахан. Мынандай қандай мен адаммен тұрып жатырмын деп ойладым. Дәл сол кезде ше. Тоқта, мен айтып алайын, абылай, сен сөйлейсің содан кейін. Мен айтып алайын. Сөйлемеш, мен айтып алайын болды. Осындай әңгімелер кетіп жатыр да. Мен ол ақшаны білмеймін, бүйтеді. Маған келеді да, Тимур кінәлі сияқты дейді. Тимурға болады да, Ғалымжан кінәлі сияқты дейді. Ғалымжаннан күдіктенемін деп. Тимурмен сөйлескен кезде мен сен қалай ойлайсың деген әңгіме болды. Бұлардың әңгімелесі бұрмаланып жатыр да негізі. Өйткені дос болып жүр ғой қазір, ақылдасады, сөйлеседі, бірге жаңағы баняға барады, тамаққа барады деген сияқты ғой. Ақылдасады. Болсахан бұл жерде қазір мынандай ғой. Мен жалғыз болып тұрмын да, бұл кісілер көп болып тұр да. Сондықтан бұл жерде қазір мен үшеу не десе, менің айтқанымды басып кетуі мүмкін да бұл жерде. Сондай әңгіме. Бір минутта енді мына жерде қарап, Нұржан, бұл кісілердің айтып жатқан жаңағыдай дәлелде, анау-мынау. Иә, мен дәлелдей алмайтын шығармын мүмкін да. Бірақ факт есть факт, то что көлігімде ақша жоғалғаны. Ол мен бостан-бос айтпаймын. Менде одан да көп ақша бар. Нақты. Ол одан кейін мен айналдыра берме. Сен мынау дәлелмен көрсет. Міне де одан кейін жігіттер саған ешқандай әңгіме айтпайды. Міне мына жерде алғансың. Міне мына камерада тұр. Мынандай ақша жоқ деп айт. Сен мүмкін болған шығар. Мүмкін өйткен шығар. Ата-анамыз көріп отыр біздің абылай. Үйде дұрыс түсінбей отыр. Түсініп жатсың ба сен? Қандай ой салып жатқанын түсініп отырсың ба? Мен нақты сен екеуің деп айтып жатқан жоқпын ғой дейді да. Үйде 7-8 бала тұра ма? Сенсің. Менікі дұрыс емес па не сонда? Ақша жоғалады. Мен сонда сұрауым сонда дұрыс емес па не? Бірақ бізден келіп сұра сен бірінші. Қалай? Сен бірінші бізден келіп сұра, әркімге әртүрлі өсек таратпай. Жаңа айтып отыр ғой, екі сөйлесін деп жатыр. Оны мен түсіндіріп кетейін. Ол кезде Ғалымжаннан күдіктенді ғой. Мен сол кезде біз бәріміз айтып жүрдік. Енді сырттан алды, но бірақ біз ол әңгімені қатысушыларға айтқымыз келген жоқ. Ол тек қана Абылайға емес, біз кез келгеніне айтқымыз келген жоқ. Одан кейін же айтып отыр маған, екі сөйледім деп. Сол момент айтып отыр. Ол негізі біз Абылайға басқаша айттық, бірақ ол телефон басқа жолмен келді. Ол сол мәселені бізге айтып отыр, саған екі сөйледім деп. Сен соны айтып тұрсың ғой, екі сөйледім деп. Екі сөйледің өзің мойындап тұрсың ғой қазір. Екі сөйледің де сен анаңмен ант ететін адамсың осы жерде. Дұрыс па? Кез келген ситуацияда анаңмен ант етесің. Өткенде де қара бір ситуация айтайын саған. Ақеркеге сен жасырын гүл беріп жүрген кезде осы жерде кімге Нұржанға қол бергенсің? Жігітше міне Аллах тұр, анамның атымен ант етейін. Бұл адам мен емес дегенсің. Бірақ сонда кім болып шықты? Сен болып шықтың, дұрыс па? Кім? Тима, сен неге? Одан бөлек сосын тап кеше мен саған айттым ғой. Сен жаңағы ол әңгіме қозғамай ақ қой. Ғалымжан туралы әңгіме болған кезде сен кеше де айттың маған. Тима, сен сөзіңе жауап берсең бірінші. Басқа бір жаққа қарай кет қалмай. Бір басылайық. Неге? Себебі бұл жерде нақты дәлел болмай тұр. Күшті. Жақсы, иә. Аян енді кешеден бері біздің ойымызға бір оғаш көрініп отқан нәрсе бар. Ол Абылайхан темасы. Енді сіз енді қосылып жатқан адамсыз. Сіз үшін қалай көрініп жатыр сырттай бұл мәселенің бәрі? Негізі бұл мәселе мен үшін былай көрінеді. Кешеде соңында бір қосылып кеткенім бар ғой бұл нәрсеге. Бұл жерде негізі Абылайдікі дұрыс емес деп ойлаймын. Біріншіден ол нәрсені дәлелмен келу керек. Если ол айтып жатыр ғой, ол ақша маған маңызды емес, жаңағы хайыр деп жатыр. Если хайыр болатын болса, ол жігіттерге жақындап, жігіттер мен сендерден көрмеймін, бәрі дұрыс. Мен жай ғана көңілдерің маған қарағанын қалап едім деп айту керек еді. Ол жерде кішкентай бала сияқты ол нәрсені айтып, мен сенбеймін негізі оларға. Шолпан ханым, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, енді сіз Абылайханның қасында көптеу жүретін біздің қатысушымызсыз. Және кешегі жағдай бойынша сіздің ойыңыз қандай? Енді білмеймін, шын айтсам, ол нәрсеге сеніп тұрған жоқпын. Сіз де сеніп тұрған жоқсыз? Мен сеніп тұрған жоқпын, ақша жоғалғанына. Мүмкін проверка ма, мүмкін қалжың ба, бір нәрсе сияқты. Егер расымен үлкен сума жоғалатын болса, басқаша эмоция көрсететін бе еді деген ой келді. Бір апта негізі үндемедім деп айтқаны бар. Ханзада уақытысында егер шынымен жоғалса, ол үйтіп үндемей жүре алмайтын еді деп ойлайсыз? Аруна, қалыңыз қалай? Жақсы, Аруна, сіз де енді жігіттерді енді танып келе жатсыз. Кешегі мәселе бойынша қалай ойлайсыз? Сондай бір іске бара алатын жігіттер ме негізі? Мен білмеймін, шыны керек, ондайға қимайсың жігіттерді, әсіресе Нұржанды. Әр адам өзінің затына ие болып жүру керек деп ойлаймын. Перизат, қалайсыз? Саламатсыз, жақсы. Макияжыңыз ерекше болып тұр. Перизат, енді сіз де Абылайханмен бір-екі ситуацияларыңыз бар, келіспей қалған, ұрсатын көбінесе сіз. Және кешегі мәселе бойынша сіздің ойыңыз қандай? Мен ойлаймын, біздің ер-азаматтар Нұржан да, Тимур да біреудің ақшасына ешқашан тимейді, алмайды. Абылайхан, енді қалыңыз қалай? Кеше бір бәрімізді шулаттыңыз. Қатысушылар болсын, сырттағы сотрудниктар болсын, бәріміз шошыдық енді шыны керек. Қалай болып жатыр бұл мәселе? Шешім табылып жатыр ма? Кеше зерттедіңіз ба?
жоқ бұл зерттегенде кеше зерттейтін нәрсе емес, өйткені бұл алдында болған нәрсе ғой негізінде. Осы жігіттердің көңіл күйін бұзғым келген жоқ, өзім де көңіл күйін бұзғым, халықтың да бұл жаққа шығып айтам дегенде ой болған жоқ. Мен жеке сұраған себебім, өйткені үшеуінде де негізінде мен Нұржан мен Тимурдан сұрадым сол кезде әңгімелер сәйкес келмеді дегендей ғой. Мысалы, соған байланысты бір күмәндар пайда болды деген сияқты. Қалыңыз қалай? Жақсы. Мынау енді қалай болды өзі? Иә, кеше негізі қолдаушылар жіберген болатын, бірақ уақыт қарай көрсете алмадым енді. Бүгін рахмет айтсам да деп отырмын. Бүгін тағы бапсыз. Иә, бүгін Мұнда біреу кішкене рахмет айтқым келіп отыр қолдаушыларға. Енді бұның бәрі ойын, әзіл, бәріміз оны түсінеміз. Бұл қолдаушылардың сыйлығы, иә? Иә, қолдаушылар. Не дегенмен мені қазір. Жарайды енді. Ғалымжан, сіздің ойыңыз кешегі мәселе бойынша қандай? Сіз де енді сол Нұржан, Тимурлармен жақсы араласатын адамдардың бірісіз ғой? Мен ештеңе айта алмаймын, ол жақтан жоқ. Сандуғаш қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, енді бір апта бойы Тимурдың плакатын көтерген қатысушымыздың бір Сандуғаш етін. Енді кешегі мәселеден кейін бір өкініп қалған жоқсыз ба, күмән болып қалған жоқ па сізде? Ол мәселе әлі де толықтай шешіліп жатыр деп ойлаймын. Тимурға сенемін. Тимур ондай жігіт емес. Ол ондай тірлікке барады деп ойламаймын. Абылай өзі сырттан мүмкін дұрыс санамады, мүмкін сырт жақтан деп ойлаймын. Лаура, қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Енді бұл қыз маған тимесеңдер, мен сендерге тимеймін деп отыратын қыздардың бірі. Айжан ханым, сіздің қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір өзіңіз. Сіздің ойыңыз қандай? Жалпы сіз Абылайханның қасында көп жүретін қыздардың бірісіз. Және сіздің ойыңыз маған қызық болып тұр. Абылайханның ақша жоғалтқаны рас па? Әлде бұл, білмеймін, біздің жігіттерден сондай бір шығуы мүмкін ба? Ол рас. Бұл жерде Абылайхан негізі ақша үшін жылап отырған жоқ. Мүлдем ондай емес. Ол просто адамгершілікпен қайтармағанына соған өкініп отыр. Бұл жерде ақша жөнінде оған жалко емес, ол ақша бар ғой. Ол басында 700 мың жауабы ма, оған да үндеме жоқ. Ол шыдады, күтті, может қайтарар деген оймен күтті, бірақ ол да болған жоқ. Бұл жерде күйіп тұр, жанындағы адамдар сондай жасап отырғаны. Это во-первых. Во-вторых, ол сол адамгершілік жағынан ол қатты не істеп қалды, таяқ жеп қалды, соған ғана өкінеді. Сіз де сол жігіттерден күдіктеніп тұрсыз ба? Иә. Керемет. Қуаныштымыз, өйткені біз енді кешегі мәселе сізге де ерекше жаныңызға батқан шығар деп ойлап тұрмыз. Енді сіздің де ата-анаңыз көріп отыр бұл мәселені. Енді просто жеке өзімнің пікірім, мен ойлайтын бойынша негізінде сыртта да шешіп алуға болатын еді ғой. Өз басым ақша жоғалса, мен андай бәрін қоя тұрып, тұратымдаш мен ақшам жоғалып жатыр деген сияқты осындай әңгіме болушы. Бір нәрсені күтіп, мен ондай жүре алмайтын едім. Тем более қомақты сома ғой. Подождите, ұлдарды шақырып бір-біріне андай беттестіріп сұрайтын едім ше. Айтыңдаршы қандай, одан кейін уже таппай жатсам эфирге шығаратын едім. Негізі сіз кеше барлығымен бірде эфирде білдіңіз ба бұл мәселені, әлде Нұржан келіп айтқан беді сізге осылай күдіктеніп жатыр менен деп? Вообще мен оны эфирде білдім.